қан құрамындағы холестеринді анықтау болып табылады. Жалпы холестерин дегеніміз не? Соған тоқталып кетсек, холестерин жалпы стериндер тобына жататын адам организмдегі ең маңызды органикалық зат болып табылады. Адам организмінде холестериндер бүйрек үсті безі, ми, бауырда көп кездеседі. Холестериннің жалпы адам ағзасындағы мөлшері 180-260 мг болып табылады және одан көбейіп немесе аз болған жағдайда әртүрлі патологиялық жағдайларды туғызады. Холестерин биосинтезі. Холестерин жалпы адам организмінде қан құрамындағы ақуыздармен қосып липопротеидтер түзеді, немесе жасуша мембранасының құрамындағы күрделі жай май қышқылдарымен бірге күрделі эфирлер түзіп байланысатын болып табылады. Холестериннің мөлшері нормада болуы қажет, яғни оның нормасы 180-200 мг құрайды. Егер де осыдан жоғары немесе төмен болған жағдайда, онда адам ағзасында көптеген патологиялық аурулар пайда болады. Енді ситуациялық есептерге келетін болсақ, бірінші ситуациялық есеп. Яғни бірінші ситуациялық есептің диагнозы бұл бауыр циррозы болып табылады. Неге десек, өйткені адам бұл бауыр циррозы жаңағы холестерин ағзаға көп түсуінің нәтижесінде пайда болатын ауру болып табылады. Яғни холестериннің алмасуының бұзылыстарының нәтижесінде пайда болған ауру болып табылады. Бұл майлы гепатозбен қосылып жүреді. Біз сіздермен біргеміз.